Қайырлы күн достар. Бүгін бір ғана заттан дәмді мороженое жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бір ғана заттан жасаймыз. Ол зат бізде банан. Бананды міндетті түрде піскен бананды таңдасаңыздар, мороженое өте дәмді болып шығады. Мен 3 бананнан жасап жатырмын. Егер сіздерге мороженое көптеу керек болса, көптеу банан алсаңыздар болады. Банан міндетті түрде уылжып піскен бананды таңдайсыздар. Сырты жасыл, дұрыс піспеген бананды алмаңыздар. Өйткені мороженое дәмсіз болып қалады. Өйткені біз бұған ешқандай қант, сливки, еш нәрсе қоспаймыз. Тек бананның өзінен жасалатын өте дәмді мороженое. Барлық банандарымызды ашып, керегінше турап, майдалап, осылай ыдысымызға салып орналастыратын боламыз. Ыдысқа салмас бұрын астына пакет немесе пищевой пленка төсеп жіберіңіздер. Өйткені қазір біз бананды тоңазытқышқа салып қатыратын боламыз. Сол кезде ыдысымызға қатып қалып, алынбай қалуы мүмкін. Алынуға оңай болу үшін астына міндетті түрде пакет төсеп жібересіздер. Кескен банандарымызды жақсылап ыдысымызға орналастырып, рет-ретімен орналастырып болғаннан кейін бетіне де міндетті түрде пакет жабамыз. Осылай пищевой пленканы барлық жеріне әдемілеп жауып, 5-6 сағатқа тоңазытқышта қатырып алатын боламыз. Банан міндетті түрде қату керек, әйтпесе мороженеміз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Мен түнде салып қойып, азанға дейін осылай қатырып, азанда мороженеларымызды жасадым. Осылай қатқан мороженое тез алынады, пакет төсесеңіздер. Барлығын алып, блендерге салып, жақсылап араластырып, өте дәмді мороженое жасаймыз. Ешқандай сливки, қант, еш нәрсе қоспаймыз. Тек қана бананнан өте дәмді болып шықты. Егер сізге шоколадный мороженое ұнайтын болса, үстіне 1 шай қасық какао салып жіберіп араластырсаңыз, шоколадный мороженое болып шығады. Өте дәмді, бірақ заттан жасайсыздар. Және өздеріңіздің қалауларыңызша үстін сәндесеңіздер болады. Орех себуге, шоколад себуге. Мен балдарыма осылай түрлі түсті конфеттер сеуіп жасап бердім. Өте дәмді шықты, жасап көріңіз.